Баршаңызға сәлем. Бүгін сочник дайындаймыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, оның үстіне қантты және жұмыртқамызды саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне мөлшерімен жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Араластырып алғаннан кейін ұнымызды, разрыхителімізді салып, қолмен қамыр илейміз, жұмсақ қамыр. Міне осындай бізде жұмсақ қамыр шығады, өте жұмсақ қамыр. Енді бұны начинкасын дайындағанша бетін жауып қойып қоя тұрамыз. Начинкасына бізге сүзбе, жұмыртқа және қант. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Менде үйдің сүзбесі, негізі осындай құрғақтау сүзбені алған дұрыс, себебі сұйық болса ол ағып кетеді. Міне біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды аламыз. Мен екіге бөліп алдым, маған солай ыңғайлы жаюға. Астына шамалап ұн сеуіп, жұқалап жаямыз. Жеке-жеке бөліп дөңгелектеп жайып алсаңыздар да болады. Менде ыңғайлы форма болғандықтан сол формамен жасаймын. Жұқалап жайып алып, бір шетінен бір ас қасық сүзбемізді салып, шетін осылай қайырамыз. Және менде осындай форма бар. Осымен басып шығамын. Міне осындай әдемі болып шығады. Барлығын осылай жасап шығамыз. Міне барлығын жасап шықтық. Формамызға орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіреміз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Рахмет сіздерге, ас болсын.